Жаным бошырға, сен дегенде сөз бар ма? Бошырға, бошырға Қасияның кербезден, әлде сұлу сөз қанда? Бошырға, бошырға Жолда жорғалаш, жорға жүйрік жорғалаш Жорға жүйрік сен тана Жорға, 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 жорғалаш Жол сенің сен бала, алғызда аңлануға кең дала Жорға, 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 жорғалаш Жол сенің сен бала, алғызда аңлануға кең дала Жорға, 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 жорғалаш Жол сенің сен бала, алғызда аңлануға кең дала Жорға, 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 жорғалаш Жол сенің сен бала, алғызда аңлануға кең дала Алғызда аңлануға кең дала Елбасымыз өзі құрметтеген бүгінгі ер тұлғалы асыл қариямыз төрге шыққаныңыз құтты болсын. Bir дос бар, шын дос бар, bir дос бар, амал жоқ дос бар. Ал енді бұл кісілерге қараңыздаршы, қандай керемет 100 жылдық достар ғой ағайын, шапалақ ұрыңыздаршы. Жас үлкендер өз алдына бір төбе, оларға еткен қызметің мәртебе, бәрекелді балам десе болғаным, бақ құсының қасына кеп қонғаным, аталы сөз, баталы сөз, Асылбек қариямызды мақтамаймыз, Асылбек қариямен мақтанамыз. Сөз 1940 жылы осы Майрам Аңғарал атамның басқаруымен осы біздің Алланың бұйрығы болар, өкіметтің күші болар, біздің осы Тастай Жағылбай еліне келген 10 шақты отбасы болды. Мінеке қазір соған 73 жыл өтті. 73 жыл. Сол 73 жыл мінеке осы неде бір ауылдың бір арнаның бойында екеуміз 7 класты бірге бітірдік. Асық ойнап, ләңгі теуіп дегендей өміріміз осында қызық жағдайда болды. Мін Аллаға шүкір. Бұл кімде 78-ге келді, мен 76-тамын, бұл 2 жастан үлкенде менен. Мінекей досымыз қатары менің, бірге өсіп, бірге ойнаған, Аллаға шүкір мінекей. Былтыр ғана мен 50 жылдық біздің тойымыз болды, Шымкентте, өшерді. Ал енді бүгін менің досым, ажағына тұрған балдызым, екеуінің 50 жылдық тойы болып отыр. Бұл бірінші Алланың арқасы. Осындай қасиетке жеткен. 50 жылдық тоғы жеткенде бар, жетпегенде бар, құрметті ағайындар. Мінекей, өзінің өсірген ұлдары мен қызлары, өздерінің артында қалатын, олар ұрпақтардың арқасында. Мінекей, үлкен той өткізіп жатыр. Жаңа өшерде бір құдағи айтты ғой, осындай қиын заманда той өткізмек түгілі, әкешін той өткізмек түгілі, өз қарабасын асыраймай жүрген азаматтар бар, оны жақсы білеміз біз. Мінекей, жаңағы досымның өсіріп атқан ұрпақтарына, қыздарына, балдарына, ол да менің балдарым, менің қыздарым деуге болады. Сол үшін мен осыларға өте рахмет. Әке шешесін сыйлап, алтын тойын өткізіп жатыр. Мінекей, осы алтын тойдың қасында мен, мына жұбайымыз екеуміз құрдас болып, күйеу жолдас болып, мінекей төрде отырдық. Ал айналайын Мейрам, балдызым, саған айтарым, мінекей Алланың берген жасын жасай беріңдер, жақсылығын көре беріңдер. Ұрпақтарына Алла Тағала жаманшылық көрсетпесін. Өздерінің көздерінің тірі кезінде олардың қуанышын ғана көретін болыңдар. Алланың барлық жақсылығы сендердің отбасыларға нәсіп етсін дегім келеді. Тойға оласа берсін, құтты болсын, осындай ұлы той осы отырған жұрттарға, жастарға жұғысты болсын дегім келеді. Тағы да саған тілейтінім бақытты болыңдар екеуі. Senin anan altın, benim anam altın, analarını da kutluktan, olsun derberim. Senin anan
кісі деп бұл өмірге Құдайдың берген 15 құрсақ көтерген дважды герой анаға шапалақ бар ма ағайын? Көкем тағы бар той бәрі ортамызда. Рахмет дамада сөз бергеніңізге. Әрине алтын құрсақты анамын, шынын айту керек. Майрам, сіңлем, мына алтын тойларың құтты болсын, дендерің сау болсын, жасы бір төсекте қартайыңдар, ауырмаңдар, сыздамаңдар. Қазіргі біздің уақытымыз солай. Сол үшін сендерге тек қана денсаулық, бала-шағаң жақсылығын көріп, аман есен ортамызда жүре беріңдер. Ал бала-шаға жаңағы біздің баламыз, келініміз, қыздарымыз, күйеу балдарымыз, сіздерге көп рахмет. Осындай ата-аналарын сыйлап, той жасап бергендерің үшін мыңда бір шүкір. Майрамнан Рахима қазір шүкір етіп тұр. Сол шүкіршілік бәріңізге жосты болсын. Осы отырған жастарға тек қана жақсылық, осы біздің Қазақстанымыздың жақсы азаматы бола беріңіздер. Осындай алтын тойға жете беріңіздер. Жаңа бағаналы бері айтып жатырсыздар ғой, Назарбаевтың сөзі деп үндеуі дұрыс. Осы біздің Жағалбан елінде едеген нациялар өмір сүріп жатырмыз. Сол біздің жаңа 1 май мерекесі, ынтымақ мерекесі. Осы ынтымағымыз жоғалмасын. Тек қана басымыз той думанда қосыла берсін. Бәріңізге денсаулық, тек қана жақсылық, той думанда кездесейік. Бәрекелді, ал ағайындар, сабыр қылайық. Байрам көке мен Рахиман асыл анамызға құрмет қылып, кішкене тілектерін тыңдап, адам мәңгі жасамайды, адам оның ұрпағы жасайды. Қартыңды сыйла, өзің қарт боласың. Бәріміз пендеміз ғой, періште көкте ғана. Бүгін көріп атсыздар, 50 жыл деген мынау тұрған деп айтып жатыр елбасымыз. Ертең 2050 де келеді. Елбасымыздың өзі құрметтесе, бүгін тойымыздың төрінен Байрам қариямызға қандай сөз еді әке деген, әке емес пе өсіріп мәпелеген, әкесі бар балалар болады ерге, аспандағы айды да әпер деген. Әкеден артық орман жоқ, әкеден артық қорған жоқ, әкеден артық дана жоқ, әкеден артық пана жоқ. Міне асылдарым, ардақтарым, сыйлап келдіңдер, сіздерге де менің тілегім бар деп, Байрам қарияға шын жүрекпен ағайын қошеметтеңіздер. Құрметті қонақтар, келген қаламдарыңызға білгісімін. Барлығында осында төгеріңдер, аман болып, Құдай арғы тыныштығында, осы жасылықта кездесейік. Бәріне де осындай тілегім. Балдарыңа да қатын көріңдер. Осында біз сияқты, мына менің екі жолдасыма да бір рахмет. Екеуінде мәзіп тұрып жоқ, денсаулығы жоқ, сонымен айтқаныңыз келді сыйлап, сыйлаған сондай болады. Сыйласаң сыйлы боларсың дейді. Сол үшін бұл жерде отырған бәрін ағайын, бәрін араласқан жері бар. Содан кейін бас қосып отырмыз. Сол үшін барлықтарына көп өмір тілеймін. Денсаулықтарың зор болсын, аман болып жүре беріңдер. Көзімнің қарасай, көңілімнің санасай, бітпеді іштегі ғашықтың жарасай, жарылайын, жалайын, ағазып көзім айын, айтуға келгенде. Рахима апаға шапалақ ұрайық. Абай атамыз айтқан екен, дүниенің сұлулығы ол байлық деп. Әйелдерді еркелеткен ер олар, әйелдерсіз тірлігіміз не болар? Әйелді жеңем дегенім, мезгісіз өлем деген, әйелді бір адам жеңген екен. Ол да Шымкентте психбаншада жатыр екен. Не дейді мынау қонақтарға келген қадамдарыңа гүл бітсін,
Allah sendерге de осындай тойды нәсіп етсін. Бала шағаларың рахатын көріңдер, тапқандарың тойға бұйырсын. Дендерің сау болсын, аман болыңдар. Рахмет, көпшіліктің бәріне рахмет. Байрам қария, мынау туған асыл жолдасыңызбен вайске дайынсыз ба? Жоқ, тастасаңызшы таяқты. Бүгін ойласаңызшы 25-ті. Бұл қызды 17-сіңізді алып кеттіңіз. Енді қараңызшы, сізді осындай дәрежеге жеткізген менің Рахима апамның әпкемнің арқасы деп ойлаймын. Енді бір таяғыңызды бере тұрыңыз, апаммен ортаға бір билеңіз. Бір байыс бар ма, әде, бар ма? Ал шапақ, болмай ма? Ондай болса бітейік. Адамдар ешқашан қартаймайды. Ортаға байыс. Аналарыңды құрметтеңіздер. Аналарды үрметтеңіздер, ағайын. Сол бір кезесінде жағасын болақтың айлы жаз кешінде сырласқан ұзақ күн сүйкімді меніңді жүректе сақтадым арманым сол жерде
Россия, mama! 65 bin maşineye koyduk Rossiyadan, Şabalakay'da. Gülnar, Diana, Paşa, Gülsüm, Anvar, Nigar, Zeliha, Düsen, Hacı, Gülmira, Yusuf, Gülizar, Hanifa, Guli, Kamal, Fatu, Ali, Ano, Yusuf, Gülizar, Hacı, benim atımda atama demeyinizler. Tarazdan gelgen ağayınlar, Şırani Şımgalan Astana'dan gelgen ağayınlar. Toy dörüne bilip gelinizler. Hadi. Ağayın tuğalar mısın? Ağayın. Aranızda çıkan da kelime. Köseğin uzun olsa kolun gibi. Ağayın. Hürmetli dede gençler. Abi öyle senlerine mutlu din sağlığınızdan ömür dileyim. Allah Teala çocuklarını da yazmasın. Osmanlı'da deyin, Koş Postaf Biraderinin armaya tam koşunu da canbastırılır. Atamın casım versin. NATO yarın kutlu olsun. Yeninde kulak adası anlaşılık olsa brilyant toylarını göreyim. Tamam mı onlar?